Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз жұмбақ деп аталады. Жұмбақ загадка. Ал өткен сабақта біз ертегі деген сөзбен танысқан болатынбыз. Ертегі сказка. Мен ертегі білемін. Я знаю сказку. Мен жұмбақ білемін. Я знаю загадку. Ал балалар, осы сөйлемдерді және бір рет қайталап алайықшы. Мен ертегі білемін. Мен жұмбақ білемін. Өте тамаша. Ал енді балалар, есімізге қандай түстерді білеміз? Қане, қарап көрейікші. Қызыл, красный, көк, синий, қара, черный, сары, желтый. Енді балалар, қандай қарындаш деген сұраққа жауап берейікші? Қызыл қарындаш, көк қарындаш, қара қарындаш, сары қарындаш. Өте жақсы балалар. Ал мына суретте біз қандай қарындашты көріп тұрмыз? Ал сұраққа жауап берейік балалар. Қандай қарындаш? Көк қарындаш. Қандай қарындаш? Қызыл қарындаш. Қандай қарындаш? Қара қарындаш. Ал соңғы суреттегі қандай қарындаш екен? Әрине балалар, бұл сары қарындаш. Ал балалар, бүгінгі тақырыбымыз бойынша жұмбақ жасырып көрейік бір-бірімізге. Жұмбақ загадка. Өзі кірді ашады, суға салсам қашады. Ол не? Ойланайық балалар. Ал мына суретте не көріп тұрсыңдар? Иә, өзі кірді ашады, суға салсам қашады. Бұл сабын. Сабын, мыло. Ал мына жұмбақ қандай екен? Аппақ қардай, дәмі балдай. Ол не? Иә балалар, суретке қараңдаршы, нені көріп тұрсыңдар? Қант. Иә, қант сақыр. Аппақ қардай, дәмі балдай. Бұл қант. Ал енді балалар, мына тақпақты тыңдап алайықшы және қайталайық. Бір үйде көп бала, біреуі көк бала, біреуі қызыл бала, біреуі қара бала, біреуі сары бала. Иә балалар, бұл түрлі түсті қарындаштар туралы тақпақ. Ал енді балалар, сабақты тыңдап болған болсаңдар, қолымызға түрлі түсті қарындаштарымызды алып, көк, қызыл, қара, сары қарындаштарды бастырып бояйық. Ал балалар, бастырып бояп болдыңдар ма? Және бір рет осы түстерді қосып бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Көк қарындаш, қызыл қарындаш, қара қарындаш, сары қарындаш. Мен көк қарындашпен бояймын. Мен қызыл қарындашпен бояймын. Мен қара қарындашпен бояймын. Мен сары қарындашпен бояймын. Өте жақсы балалар, енді бір сергіп алайықшы. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. 5-ке 5-ті қосқанда болады екен 10 саусақ. Жаза саусағым әлсір еді, шаршады. Оңға, солға бұрамыз, сосын қайта жазамыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді сабақты тыңдап болған болсаңдар, көңіл күйлерің қандай болды бүгінгі сабақта? Маған кері байланыс жіберуді ұмытпаңдар. Сау болыңыздар.